Арнаулы мемлекеттік органдардағы қызмет әрқашан жоғары дәрежесімен, құпиялылығымен және қандайда бір романтикасымен ерекшеленген. Бүгін әркімнің жедел қызметкермен, техникалық барлау мамандарымен және талдау бөлімшелерінің қызметкерлерімен қатар тұруға мүмкіндігі бар. Бұл роликте еліміздің басты арнаулы қызметінің бір бөлігі болу жолы жөнінде ақпарат ала аласыз. Болашақ офицерлерді дайындау ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясында, шекара академиясында, сондай-ақ серіктестердің оқу орындарында жүзеге асырылады. Мектептердің, колледждердің және училищелердің түлектері 4 жылдық мерзімді құрайтын ұлттық қауіпсіздік комитетінің оқу орындарына түсе алады. Ал серіктестердің жоғары оқу орындарындағы оқу мерзімі 3 жылдан 6 жылға дейін созылады. Жоғары білімі бар мамандар тиісті қайта даярлау курстарынан өткеннен соң жедел бөлімшелерге қабылданады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басқа бөлімшелеріне конкурстық іріктеуден өткеннен кейін жұмысқа кіріседі. Оқуға түсу кезінде құқық негіздері немесе саясаттану, эссе жазу бойынша білім деңгейі тексеріледі. Дене шынықтыру даярлығы бойынша нормативтерді тапсырады. Сондай-ақ әртүрлі жағдайларға байланысты берілген тапсырмаларды шешу арқылы кәсіби жарамдылықтары анықталады. Оқу орындарына түскен кандидаттар стипендия алады, жатақханаларда тегін тұрады, медициналық қызметтерді және қамтамасыз етудің басқа түрлерін ала алады. Тиісті талаптарға сәйкес келетін болашақ офицерлерді қызметке қабылдау туралы арыз беру үшін ұлттық қауіпсіздік комитетінің аумақтық органдарына шақырамыз. Толық және нақты ақпаратты мына сілтеме бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің ресми сайтынан немесе электрондық үкіметтің сайтынан алуға болады.